Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып цефалоспориндер. Цефалоспориндер бета-лактамды антибиотиктер тобына жатады, және бұл топтың 5 буыны бар. Бүгінгі лекцияда біз әр топтың препараттарын, бір-бірінен ерекшеліктерін және әсер ету спектрін талқылаймыз. Бірінші буынның препараттарына цефазолин және цефалексин жатады. Бірінші буынның препараттары анаэробты инфекцияларды қамтымайды, әсері жоқ. Және грам-10 инфекциялардың ішінде стафилококктарға және стрептококктарға қарсы әсері жақсы. Осыған байланысты бірінші буынның препараттары тері инфекцияларын емдеген кезде қолданады. Себебі стафилококктар, стрептококктар көбінесе теріде фурункул, карбункул, абсцесс, флегмона секілді терінің қабын ауруларын шақырады. Және цефазолин препараты осы бірінші буындағы операцияның алдында, операциядан кейінгі болатын асқынуларды, инфекциялардың алдын алу үшін профилактика мақсатында беріледі. Және грамм теріс инфекцияларға қарсы әсері E. coli ішек таяқшасын қамтиды және протей клепсиела осы инфекцияларды қамтиды. Енді екінші буынның препараттары, бұл препараттарға жатады цефураксим және цефатетан. Анаэробты инфекцияларға қарсы әсері өте күшті. Осыған байланысты интраабдоминальды жаңағы ішектегі анаэробты инфекцияларды емдеу үшін қолданылады. Грам-10 инфекцияларға қарсы әсері бірінші буынмен бірдей. Және грамм теріс инфекцияларға қарсы әсері бірінші буынға қарағанда күштірек. Бірінші буынның негізі грамм теріс инфекцияларға қарсы әсері төмен, бірақ екінші буында ол әсер күшейтілген. Осыған байланысты екінші буынның препараттары E. coli, мысалы, E. coli деген ішек таяқшасы. Бұл ішек таяқшасы көбінесе жаңағы несеп шығару, зәр шығару жолдарын инфекциясын шақырады. Осы инфекцияны емдеген кезде екінші буынның препаратын қолдануға болады. Әсіресе балаларда екінші буынның препараты қолданылады. Және үшінші буынның препараттары цефтриаксон, цефатоксим және цефтазидим. Үшінші буынның препараттарын анаэробты инфекцияларға қарсы әсері жоқ мүлдем. Грам-10 инфекцияларға қарсы әсері стафилококктарға әсері төмен. Стафилококктарға бірінші буынмен салыстырған кезде, екінші буынмен салыстырған кезде. Бірақ стрептококктардың ішінде пневмококктарға әсері жақсы. Пневмококктар бізде пневмониясын шақыратын стрептококктардың түрі. Осыған байланысты үшінші буынның препараттары, әсіресе цефтриаксон, өкпеде пневмонияны емдеу үшін қолданылады. Пневмококктармен шақырылған ауруханадан тыс пневмонияны емдеу үшін қолданылады. Және грамм теріс инфекцияларға қарсы әсері өте күшті. Бірінші буынмен және екінші буынмен салыстырған кезде әсері өте күшті. Және көптеген грамм теріс инфекцияларды қамтиды. Мысалы, гонококктарды қамтиды және менингококктарды қамтиды. Және одан бөлек көк іріңді таяқша немесе псевдомоналарды қамтиды. Осыған байланысты үшінші буынның препараттары гонококктармен шақырылған жаңағы жыныстық жолмен берілетін ауруларды емдеген кезде қолданылады. Және менингококктармен шақырылған менингитті емдеген кезде қолданылады. Және айырмашылығы, мысалы, бірінші, екінші буынмен салыстырған кезде, бірінші, екінші буынның препараттары гематоэнцефальды барьерден өтпейді. Сондықтан біз менингитті емдеген кезде қолданбаймыз. Бірақ үшінші буынның препараты, мысалы, цефтриаксон менингитті емдеген кезде қолданылады менингококктарға қарсы. Және псевдомоналарға қарсы әсер ететін препарат бұл бізде цефтазидим. Цефтазидим осы үшінші буын препараттардың ішіндегі көк іріңді таяқшаға әсері бар антибиотик. Енді төртінші буынның препараттары, бұған жататын цефепим. Цефепим препараты өте күшті көк іріңді таяқшаларға қарсы әсері бар, псевдомоналарға қарсы әсері. Және анаэробты инфекцияларға қарсы әсері жоқ. Грам-10 бактериялардың ішінде өте күшті әсер етеді. Және бұл спектрі кеңейтілген бірінші буынның препараттары секілді әсер етеді. Және одан да күшті. Грам-10 инфекцияларға қарсы әсері, ал грамм теріс инфекцияларға қарсы әсері үшінші буын секілді
үшінші буын қамтитын барлық бактерияларды қамтиды, бірақ әсері одан да күшейтілген. Сонда төртінші буынның препараты цефепим өте күшті, грамм оң, грамм теріс инфекцияларға қарсы әсер етеді, кең спектрлі антибиотик және көк іріңді таяқшаларды қамтиды. Бесінші буынның препараттары цефталазан және тазобактам комбинациясы. Цефталазан және тазобактам дегеніміз бізде бета-лактамаза ингибиторы. Бұл препарат комбинация бізде көк іріңді таяқшаны қамтиды, көк іріңді таяқшаға қарсы әсер етеді, псевдомоналға қарсы. Бұл цефтазидим секілді бұл препарат, бірақ цефтазидимнің де әсері өте күшті. Келесі препарат бізде цефтаралин. Цефтаралин препараты ол MRSA, MRSA дегеніміз метицилинге резистентті алтын түсті стафилококкты қамтиды. Және цефалоспориндердің ішіндегі бұл жалғыз препарат, осы бактерияға қарсы әсері бар. Және бұл бактерия қандай ауру шақырады? Бұл бактерия көбінесе пневмонияны шақырады. Және ауруханадан тыс осы инфекциямен шақырылған пневмонияны емдеу кезінде цефтаралин препараты қолданылады. Және анаэробты инфекцияларға қарсы әсері өте күшті. Және анаэробтарды емдеу үшін 5-ші буынның препараттары қолданылады. Енді қорытындылай келген кезде бірінші буынның препараттары грамм оң инфекцияларға өте күшті әсер етеді, грамм теріске әсері төмен және анаэробтарды қамтымайды. Екінші буынның препараттары анаэробты инфекцияларды қамтиды және грамм теріс инфекцияға әсері кішкене күшейтілген. Үшінші буынның препараттары анаэробтарды қамтымайды, бірақ өте күшті грамм теріс инфекцияларға қарсы әсер етеді. Және пневмококктарды жаңағы өкпеде пневмония емдеу үшін қолданамыз. Төртінші буынның препараттары өте күшті грамм оң, өте күшті грамм теріс инфекцияларға қарсы әсері бар, және цефепимнің көк іріңді таяқшаларға қарсы әсері өте күшті. Үшінші буында цефтазидим көк іріңді таяқшаға тоже жақсы әсер етеді. Бесінші буынның препараттары анаэробты инфекцияларды қамтиды, және цефтаралин MRSA-ны қамтиды, метицилинге резистентті алтыншы стафилококк, және цефтазолан, тазобактам псевдомоналарға қарсы әсері өте күшті. Назарларыңызға рахмет, осымен лекция аяқталды.